Күн, жел және геотермалды энергетикалық жобаларға мемлекеттік қолдауды дамыту қажет. Бұл жайында Қазақстанның жасыл энергетикасының болашағы атты семинар тренингте айтылды. Үкімет тарапынан энергияның балама көздерін арттыру мақсатында бірқатар тапсырма жүктелген. Осы мақсатта 2013 жылы фотоэлектр модульдерін шығаратын зауыт 35 мың панель шығарды. 8 мегаватт энергияға тең. Оның 62%-ын отандық компаниялар келісім арқылы сатып алған. Күннен, желден, судан энергиялық қондырғыларына сұраныс артып келеді. Қажеттілікті отандық компаниялар толық орындамақ. Қазіргі уақытта ең басты осы бүкіл дүние жүзінде қолданып отқан ол энергияны аз қолданатын электр жарықтары, электр қуатын аз қолданатын құралдар, соның бәрін қолданып, сосын екінші жағына күн сәулесінен, судан, желден алатын энергетикалық құралдарды көбірек қолдану керек.